Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Сіздің назарыңызда Иман нұры діни танымдық бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Ақтөбе облысындағы діни ахуал туралы болмақ. Алдымен студиямызға келген қонақты таныстырып өтейік. Ақтөбе облыстық дін істер басқармасы басшысының орынбасары Мұқанов Сәбит Сабырұлы. Сәбит Сабырұлы, студиямызға қош келдіңіз. Жаңа тақырыбымызға айтып өткендей, жалпы Ақтөбе өңіріндегі діни ахуал. Соның ішінде мынау қазіргі кезеңде біз естіп көріп жатырмыз. Облыс үлкен шара жүріп жатыр екен, бір айлық деңгейде халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету деген жоба аясында. Алдымен әңгімеңізді осыдан бастасақ, қандай шаралар өтіп жатыр? Қандай аудандар қамтылуда? Жақсы, рахмет. Енді өзіңіз білетіндей, бұл жоба негізі былтырғы жылы Қазақстан Республикасының бас прокурорының бастамасымен жүзеге асырылған болатын. Республикалық деңгейдегі мамандар тартылып, осы өңірімізде барлық аудандарда ізгілікті бір жұмыс жасап кеткен болатын. Биылғы жылда бұл жоба жалғасын тауып, облыс әкімінің тапсырмасымен бұл енді облыстық деңгейде жүргізіліп жатыр. Осы барлық мемлекеттік құзырлы органдар, сондай-ақ қоғамдық бірлестіктер, теологтар, ең енді білді мамандар тартылған. Сол жұмысшы топ қазір құрылып, 7 бағыт бойынша жасаған былтыр. Биылғы жылы 6 бағытты құрап, жұмыстарын жасап. Біздің енді бірінші бағыт бойынша келер болсақ, бұл былтырғы 2 бағыттан құралған болған. Сол 2 бағыт бірігіп, кең көлемді ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу және рухани мәселелер деп аталған болатын. Қазіргі таңда осы біздің облыстағы 8 аудан бойынша жұмыс жоспарланған болатын. Осы 5 ауданын артқа тастадық. Енді қазіргі уақытта осы бірінші бағыттың жұмысшы топтары Байғанин ауданында қазір 3-ші күн аяқталғалы отыр. Алдағы 2 аудан қалды, Шалқар және Әйтеке би ауданында. Жалпы осы іс-шаралар келетін болсақ, әрбір ауданға 3 күннен бөліп тұрмыз. Оның ішінде енді әлбетте халықпен кездесу, сол елді мекеннің зиялы қауымдармен, мемлекеттік қызметшілермен кездесу. Сондай-ақ әрине жастарменен, жоғары сынып оқушылары, колледждің студенттеріменен, олардың ата-аналарыменен жалпы семинар, мастер-класстар жүргізу. Мұғалімдерге келетін болсақ, дінтану пәні және зайырлық негіздер деген пән бар. Сол пәнге беретін мұғалімдерге арнайы семинарлар өткізіліп жатыр. Болғанда, мысалы үшін облыстық білім беру басқармасы да бізге қолғабыс етіп, мамандарын жіберіп жатыр. Сондай-ақ теріс діни ағым ұстанушылармен де кездесу, жекелей кездесу, жалпы мешіттердің жамағаттарымен кездесу, мешіттің қал жағдайын, тұрмыстық жағдайын зерделеу сияқты мониторингтік жұмыстарда параллельно осы атқарылып келе жатыр. Жалпы осы жоба жұмыс аясында халықтың қабылдауы қандай деңгейде болып жатыр? Қандай мәселелер байқадыңыздар жұмыс барысында? Не нәрсеге басымдық беру қажет? Немесе қандай бір көз қуанарлық жетістіктер бар деген секілді? Әрине, сұрағыңыз өте орынды. Былтырғы жоба аясында біздер енді көптеген елді мекендерді әрине қамти алмадық. Алыс, шалғай орналасқан. Биылғы облыстық деңгейде жүргізіліп жатқан жобаға сәйкес былтыр қамтылмаған елді мекендерге барып, сол жақтың тұрғындарымен кездесу барысында сол тұрғындардың ілтипаты білініп, осындай жағдай көптеп бізге жиірек келіп тұрыңыз, мағлұматтарды беріп тұрыңыз, әсіресе жастармен жұмысты жүргізіңіз деп осындай бір өздерінің ізгі тілектерін айтып жеткізіп жатыр. Әрине, ол өзінің пайдасын беріп жатыр. Кішкене даже айттым, біздің жұмысшы топтың құрамында сонымен қатар мамандардан бөлек осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкілдері де бар. Олар да діни сұрақтарға, біздің қазіргі таңдағы діни ахуалымызға байланысты, соның ішінде теріс діни ағымдардың жалпы осы кең көлемді мағлұмат алып жатыр. Жастарымыз да кішкене енді ойлап отырмын, діни сауаттылығы да жайлап енді артады ғой деген ойдамын. Облыстағы діни ахуал, оның ішіндегі 12 аудан және Ақтөбе қаласы, діни ахуал қандай деңгейде? Бүгінгі таңда жалпы діни ахуал тұрақты деңгейде. Өзіңіз білесіз, бүгінгі таңда облысымызда 10 конфессияға біріккен 90 діни бірлестік қызмет атқарады облысымызда. Оның енді басым бөлігі әрине Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына келеді. Олардың саны қазіргі таңда 66-ны құрап отыр. Сондай-ақ әрине
православ, католик, протестант шіркеуінің өкілдері, сондай бір дәстүрлі емес Кришна санасының қоғамы деген діни бірлестік қызмет атқаруда қазір таңда. Осы жоба аясында әрине халықпен кездескен кезде осы діни тұрақтылық жөнінде, жалпы діни ахуал жөнінде де мәлімет беріп отырамыз. Сондай жағдай айтып өткендей, барлық мамандар топ жұмысында өздерінің саласымен, жастарменен, орта тап буындарменен, мемлекеттік қызметшілерменен, арнайы құзырлы органдарменен, имамдарменен, жалпы осы бірінші бағыт саласындағы барлық қамтитын мәселелер бойынша жұмыстарын жүргізіп жатыр. Түсіндіру жұмыстарын әсіресе. Сондай жаңа айтып өткен семинар, тренингтер, мастер-класстар, ол жаңа жоғары сынып оқушылар мен мұғалімдерге өткізіп жатқан шаралар. Қазақстан мұсылман діни басқармасының өкілдері жамағаттармен, имамдарменен, олардың да семинарларын қызметшілеріне өткізіп жатыр. Жамағатпен кездескен кезде оларға да қазіргі таңдағы республика бойынша жүзеге асырылып жатқан шаралар, жалпы кең көлемдегі тартылып жатқан республикалық деңгейдегі теологтар атқарып жатқан жұмыстарын сол бойынша да баяндап айтып отыр. Мысалы үшін осы жобаға біздер 9 республикалық деңгейдегі теологтарды, ұстаздарды тартқан. Оның ішінде Арман Қуанышбаев, Ерсін Әміре, Ризабек Баттал сияқты ұстаздар бар. Оларда осы қазір таңда Азамат Раманқұлов деген ұстаз қызмет етіп жатыр Байғанинда. Жалпы бұл жұмыс осы жылдың аяғына шейін жасала береді. Бұл жобадан да бөлек, жалпы өзіңіз білетіндей облыстық ақпараттық түсіндіру тобы бар, оның да өзінің жоспары бар. Сол кестеге сәйкес елді мекендерді аралап шығады. Оларға да осы республикалық деңгейдегі теологтарды әрине тартылатын болады. Жалпы осы жылы біздер барлығы 9 республикалық деңгейдегі теологтарды тартамыз деген жоспарымыз бар. Облыстық дін істері басқармасы осы аймақтағы діни ахуалға зерттеу жұмыстарын жүргізетін бірден-бір мекемесідер облыс көлемінде. Қазіргі қоғамда айшықты мәселе болып тұрған псевдосалафилік көзқарас ұстаным, ойлар дейміз. Осы тұрғыда қандай жұмыстар, алдын алу, жалпы радикализмнің алдын алу деген секілді жұмыстарыңыз жүргізіліп жатыр? Жалпы біздің басқарманың осы жылға арналған жұмыс жоспары бар. Одан қала берді, жаңағыда айтып өткендей облыстық ақпараттық түсіндіру тобының жоспары бар. Жаңа деструктивті діни ағымдардың идеологиясының алдын алу бағыты бойынша кең көлемді жұмыстарын жүргізіп жатыр. Оның ішінде де жаңа 78 мүшесі бар облыстық түсіндіру тобының. Олар да әрбір өзінің саласы бойынша, мысалы құзырлы органдар өздерінің саласында, жастар бөлек сала, жамағат бөлек сала, енді деструктивті діни ағым ұстанушылармен олармен де бөлек тиісті жұмыстар атқарып келеді. Жалпы әрине мониторингті жүргізеді, ай сайын мониторингіміз бар, 90 сайындық дейді, жарты жылдық, жылдық, бұл әрине жүргізіп жатқан жұмыс. Оның ішіндегі барлық өзіңіз білетіндей облыс әкімінің тапсырмасымен осы әлеуметтік паспорттар деген жинақтау бойынша тапсырма берген болатын. Осы деструктивті діни ағым ұстанушылардың барлық жағдай базалары, әлеуметтік паспорттары да басқарма тарапынан жүргізіліп отырады. Сондай-ақ аңсар ақпараттық талдау орталығының бұл жерде ерекше үлесін атап өткен жөн. Барлық бейне өріндер, ақпараттық материалдар, осы орталықтың шығарылған барлық өнімдер халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізу барысында әрине көрсетіліп, таратылып отырады. Түзету мекемелерінде жазасын өтеушілер бар. Осы діни бағытта экстремизм баптары бойынша айыпталып, жазасын өтеп жатқан адамдар бар. Олармен сіздің аралықтарыңызда қаншалықты байланысы бар ма? Оларды оңалту шарасы ретінде, олармен жұмыс жасау барысында теологтарыңыз немесе басқа да мамандар барып, осылармен кездесіп, оларға ақпарат беріп, олардың діни санасын жаңғырту, яғни діни санасын оңалту бағытында жұмыстарыңыз бар ма? Бар болса, қаншалықты жұмыстар жасалып жатыр? Әрине, осы жоба аясында халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жобасы аясынан бөлек біздерде тағы да бөлек бір іс-шаралар жоспарымыз бар. Осы арнайы түзету мекемелеріндегі бас бостандығынан айырылған, соның ішінде деструктивті діни ағым ұстанушыларменен кездесу,
жалпы кездесу, жеке кездесулер әрине жүйелі түрде өткізіліп жатыр. Мәселен, кеше ғана 168-2 түзету мекемесінде кездесулер өткізілген болатын. Бұл жерге әрине теолог мамандарымыз бар. Теолог маман қатар психологты мамандар бар. Олар өздерінің жұмыстарын осы жоспарға сәйкес жүргізіп қояды. Айтайын деген, бұл жұмыс әрине жүргізіп жатыр, қолға алынған. Мына қылмыстық атқару жүйесінің департаментінің өте тығыз қатынастамыз. Осы белгіленген жоспарға сәйкес барлық түзету мекемелерінде теологтар және психологты мамандар тартылған, жұмыстарын атқарып жатыр. Діни ағымдардан жастарды сақтау өте маңызды дейміз. Елбасшымыздың айтқандай, жастар ертеңгі елдің болашағы, ертеңгі елдің тұтқасын ұстайтын азаматтар, басшылар деген секілді. Сол себептен мынау діни радикализмнен сақтандыру бағытында жастармен жұмыс деңгейін сұрағым білгіміз келген осы. Әрине, қай заманда болмасын жастар тәрбиесі өзекті мәселе болып қала береді ғой. Бұл жұмыстардан бөлек, айтып өткендей, жастар әрине ол да бір біздің мақсатты тобымыз, біздің ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу барысындағы бір мақсатты топ болып саналады. Олармен де мүдделі мемлекеттік органдармен, өзіңіз білесіз, ішкі саясат басқармасында жастар саясат бөлімі бар. Одан қала берді жастар ресурс орталығы бар. Олардың да жаңағыдай мамандарын, белсенді деген жастар ұйымдарының мүшелерінің өкілдері де тартылып, жоғары сынып оқушыларында, жалпы орта мектептерде, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында, сондай жоғары оқу орындарында да бұл жұмыстарымыз жоспарлы түрде жүзеге асырылып жатыр. Бұған да жаңағыдай тартылатын мамандар да бар, жаңағыдай қоғамдық бірлестіктер бар, аңсар ақпараттық талдау орталығының қызметкерлері бар. Жалпы бұл жұмыста жүйелі түрде жасалып жатыр. Бұл жұмысты біздер көбінесе оқу жылы басталған кезеңнен бастап, осы қыркүйек айынан бастап бұл жұмыстарды жүргізіп жатыр. Жалпы оқу жылы аясында жүргізетін жұмыстар. Өйткені өзіңіз білесіз, жастардың көбісі жаздың кезінде каникулға шығып кетеді. Сондықтан оларда біздің мақсатты топ болғандықтан қазіргі таңда әрине жастарымыз бұл мәселені бұрынғыдай емес, кішкене енді сауатты көтерілген, кішкене бұл мәселені білет. Жалпы еліміздің осы тәуелсіздік жылдарында көптеген алған жетістіктерін білет, қандай қазір бейбіт сүйгіш мемлекет екенін білет. Елбасымыздың рухани, жалпы қоғамда дүмпу туғызған рухани жаңғыру атты мақаласының барлығын таныс, бұл жақтағы барлық идеялар толығымен құптайды, қолдайды. Енді ойлаймын, бұл жұмыс әрине жалғаса береді, тоқталмайды. Барлық мүдделі органдардың мүмкіншіліктерін тарта отырып, әр түрлі форматтағы кездесулер, жалпы кездесу болсын, дөңгелек үстел болсын, семинар болсын, жоспарлы түрде іске асырып жатқан дүние. Қоғамда діни мәселе сұрақтар туындайды кейбір адамдарда. Кейбір адамдарда сондай бір мәселенің шегінде тіреліп қалып жатады. Шығатын жол сұрайтын, кеңес жұбататын адам іздеп жатады. Діни мәселеде айтып тұрмыз. Сол тұрғыда немесе ата-аналар, балалар үшін сол кездерде осындай мәселеге туындаған кезде, діни мәселеде ата-ана болсын, мейлі жас болсын, қандай санаттағы адам болмасын, олар кімге хабарласуы қажет және қайда? Біздің басқармадан сонымен қатар ақпараттық талдау орталығының өзінің ресми сайттары бар. Одан қала берді жаңағыдай горячая линия дейді ғой. Қауырт желілер, бұл да бар мысалы үшін. Соларға немесе сайттарымызға, я болмаса әлеуметтік желілерде ашылған парақшаларымызға комментарий тастаса да болады. Телефондарымыз бар, оған да звондаса болады. Сайтқа тастаймын. Жалпы біздердің есіктеріміз ашық. Кез келген уақытта біздің басқармаға немесе аңсар талдау орталығына барып өздерінің сұрақтарын қоюға болады. Ал егер мына басқа бір шалғай аудандарға келетін болсақ, мына коммуналдық мекемеден шығады, дін саласында қызмет ететін. Тек қана аңсар орталығы болса, қазір таңда 3 ауданда да ашылған осындай коммуналдық мемлекеттік мекеме. Бұл Шалқар ауданында, Мұғалжар ауданында және Алқа ауданында. Енді Хромтау ауданында ашылады деп күтілуде. Дін мәселесімен айналысатын, дін мәселесімен айналысатын коммуналдық мекеме. Олардың да құрамында штаттар белгіленген, басшысы бар, өзінің ережелері бар, теолог мамандар бар, психолог мамандар да бар. Соларға да барып сұраса болады. Жалпы діни мәселемен айналысатын сонымен қатар қоғамдық бірлестіктер де қазір құрылған. Енді қазір 6 ауданымызда бар.
жалпы осы 2018 жылда уже бүкіл аудандарда болады деген жоспарымыз бар. Соларға да жүгінсе болады. Енді барлық мүмкіншіліктер бар. Әрине бізге адамдар келеді, ата-аналар келеді, мектеп мұғалімдері, енді бұл үнемі байланыстамыз олармен. Жалпы әлеуметтік желілер ғой қазір, жастар көбінесе отыратын, өзіңіз білесіз, 21 ғасыр технологияның дамыған заманы. Сондықтан әлеуметтік желілер арқылы көптеген сауалдар, комментарийлер бізге түсіп тұрады. Мамандарымыз уақытылы оларға тұшымды жауаптарын беріп, жалпы кері байланыс орнатылған. Ендеше Сәбит Сабырұлы, сізге көп рахмет. Біздің бағдарламамызға уақытыңызды бөліп, осындай өзіңіздің жұмысыңызбен, өзіңіздің жұмыс жоспарыңызбен бөлісіп жатқаныңызға құрметті ағайын. Енді мынау қазіргі уақытта діни ахуал елімізде, жалпы әлемде үлкен маңызға ие болып отыр. Сол себептен қандай да бір діни салаға қатысты алдағы уақытта сұрақтарыңыз болса, мәселелеріңіз болса, Сәбит Сабырұлы айтып өткендей, мешіттерге, одан қалды әкімдікке, дін істері басқармасы, одан қалды аңсар орталығына хабарласуларыңызға толық мүмкіншіліктеріңіз бар. Келесі кездескенше аман саушылықта болайық.